Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында кезекті бірегей концерт өтті. Музыкалық вернисажға жаңа жылдық синкопалар деп айдар тағылған екен. Музейге келушілердің назарына әйгілі джаз фестивальдардың қатысушылары Олег Ткаченко мен Владимир Демченко және түрлі халықаралық байқаулардың лауреаттары өнерлерін ұсынды. Сегодня принимаю участие. Мен үшін бүгінгі шара өте маңызды және қызықты болып тұр. Себебі мен әдетте үлкен сахналарда ғана өнер көрсетемін. Осы күнге дейін мұндай форматтағы концерттердің ұйымдастырылатынын да білмедім. Әрине, бірінші кезекте болмаған үлкен тәжірибе және келесі концертке шақыруды тағатсыздана күтетін боламын. Аталған шара 60-шы жылдардың белгілі суретшісі Абдрашид Сыдыхановтың көрме залында өтті. Музыканттар есімі әлемге белгілі джаз орындаушылары Ирвин Берлиннің How Deep is the Ocean, Рэй Хендерсонның Bye Bye Blackbird және Артур Шварцтың Alone Together сияқты танымал композицияларын орындады. Этот формат включает в себя. Мен музыканы жанымен сүйемін, ал музыканы немесе бейнелеу өнерін сүйетін жалпы шығармашыл адамдар бірін-бірі сөзсіз түсінеді. Сондықтан біз бүгін барлық сезімдерімізді тек музыкамен жеткіздік. Менің байқағаным бүгін көңіл күйі төмен көрермендер арамызда болған жоқ. Джаз әлеміне саяхаттың тізгінін ұстағандар саксофоншы Олег Ткаченко мен музейдің баспасөз хатшысы Клара Исабаева болды. Айта кетейік, мұндай шаралар Алматыда әр айдың бірінші бейсенбісінде ұйымдастырылады.